Ассалаумалейкум, жігіттер. Простые ребята каналына қош келдіңдер. Бізде новый машина. Японцы делают вещи, а немцы делают машину. Тазы валят, та бірдеңе дейді. Машинаның жаманы жоқ, жігіттер, егер бәрін қарап айдасаңдар. Гелик, сол төрт дөңгелекті басқа машиналар сияқты бәрі разница жоқ. Бензин көп ішеді, тез жүреді, для понтов, самый раз, а басқа комфортты көрмей тұр. Жаңағы басқа тұрған, көшеде тұрған адамдар қарайды, қызығып, мә деп. Енді барлық баланың, жігіттердің арманы ғой негізі гелик ше. Басасын, разгон, 5-5. Енді айтып жеткізу қиын. Бірақ бұл заманға қазіргі кездегі бензиннің бағаларыменен біз өте қызық машина алдық. Біздің проектті қас көресіздер. Такси по городу, такси. Қай жерге барасыздар? Саяхат 200, стой на месте. Sarmak tiz alaman, taksi bolup baraman, günde şunu işine, özün alıp baraman. Sarmak tiz alaman, taksi bolup baraman, günde şunu işine, men özüm ap baraman. Sarmak tiz alaman. Жігіттер, бұл машинаны алған себебіміз қазір нарықта машиналар көп, бензин бағасы ұшып тұр. Бензин көп жемейді ау, таксовкаға жақсы жылы жаңарақ машина іздеп жүргенбіз негізі. Ол кісі енді өзіне дөбірек машина алып жатыр екен. Сөйтіп өзінің дауматизм предлагать етіп, бір шетінен ағама көмек болды, бізге де көмек болды. Сонымен алынды. Daewoo Matiz 2013 жыл, объем 0,8, механика. Сондай машина. Не айта алам? Машина әйтеуір машина. Жаңағы көргендей геликтегі ощущение ғана бере алмайды. Бірақ геликтің апарам деген жеріне апарып қалар. Енді именно мен қазір жол талғамайтын көліктер жайлы айтып отқан жоқпын, просто по трассе жүретін машинада айтып жатырмын. Жігіттер, сырт келбеттегідей машинаның іші қатты тар емес негізі ше. Бұлай отырым нормально, менің бойым 1,70, 1,65 среднем, маған нормально. Мен артында отырған адамға да тоже пространство бар. Бірақ еніне қарай, конечно, тарлау. Не істейміз? Мына жерлердің бәрі сол. Енді 1 миллион, 1,5 миллионның арасында тұратын машинадан не күтесіздер, жігіттер? Кондер жоқ, бұл жерде комплектациясы. Комплектация көріп отқандай, даже электропакет жоқ. Люксовый варианттарда дверной карталары полностью обшивка дверей болады. 0,8, 0,8 объем, 51 аттың күші бар. Тағы да бір комплектациясы бар, ол уже бірлік болып келеді. Ода 63 аттың күші бар. 12 аттың күші, бірақ білінеді, егер бірлік объемды Матизді айдасаңдар. Сондай таксовкаға Яндекске жылы жаңарақ машиналар сұрап атады. Мына машина соған дәл келеді ау деген ойменен алдық. Бұл машина менің ағамның машинасы. Үйіне бір қыдырып барған кезде мен ұсыныс тастаған болатын, сатпайсың ба машинаны деп. Ол кісі бұл машинаны 2016 жылдан бері айдайды. Техпаспорт әлі дәу, кітап сияқты бірдеңе. Второй хозяин, по-моему, менің ағам болған. И келісіп, ол өзіне басқа машина алатын болды. И бізге бұйырып тұр екен, Daewoo Matiz. Қазір бұда не шығатын көре жатамыз. Движогын көрсетейін. Дәу, битурбо моторды. 0,8 кішкентай ғана. Мен өз ауыз былай алып басқа мотор салатындай жағдай бар ғой мына жерде ше.
не айтамыз, не айта аламыз? Сол 51 аттың күші бар, жаңа айтып өткендей. Сосын бір клиенттер келіп атады. Мына крышкадан кішкене май аққан жерлер болады. Енді жылдың уақыттарымен прокладкасында отырады ғой крышкалар. Май. А что, расход бар ма деп кетеді да сразу ше. Жігіттер бұл кішкене жүрілген машина болғаннан кейін ондай болып тұрады. Біз енді барынша жуамыз ғой бәрібір продажаға дайындап. Бірақ кейде болады, так что одан қорықпаңдар. Кішкене май аққан жерден жаңа машина іздесеңдер, ол салонда сатылады. Так, маған ұнайды жігіттер негізі. Шумоизоляция. Трехслойный. Тып-тыныш. Матизм асты оцинкованный болып келеді, и астынан шірімейді бұл машина. Бұл машина шірісе, есіктен и порогтан бастайды. А мына жерде ондай іржіктер біз көріп тұрған жоқпыз. Так что машина жақсы состояниеде. Как внешний, так и технический. Енді ішін салондарын біз жуып қоямыз, моторын жуамыз. Получается, бізде аршет крыло передний жасалады, сол деталь боялады. Мыналардың стыктерін қайтадан қойып, плафон обновить етеміз. Бұл жерде полный покраска жұмыс болмайды. Барынша аз түрде ақша салып, и содан пайда көруге тырысамыз. Бұл машина бізге 1 миллион теңгеге келген болады. Так, артына айтып өткендей, міне мен қазір орын қозғаған жоқпын. Менің дизайным арасында қанша орын бар. Менен де даже жоғары биік адамдар артында отырса, просторно отырады. Енді 3 адамға арты тарлау болар. Бұлай 4 адам ғой, нормально машина. Жаңағы разгоны бірдеңе деген сияқты по паспорту айтпай қояқ. Едет. И едет. Болды, басқа разгон жоқ бұл жерде жігіттер. Расход 100 литрге по паспорту 5,5 литр деп қойған. 5,5-6. А по факту где-то 7 литр жейді жігіттер. Ол қаланың ішінде де. И трассада енді 6,5 жеп қалар. А бұлай қалада 7 литр жейді. Получается, бізде мына крылода и мына крылода жасалған жерлер бар, боялған. Мына крыло мятина, бірақ боялмаған. Значит, получается, бампер и мына крыло боялған, где-то осы жерде бірдеңе болған, и фара сол үшін ауыстырылған. Ол бірақ до этого клиента бопты, жаңағы бывший владелец дейін болған. А былай стиктер, зазорлар бәрі нормально, так что на жерде проем боялмаған. Сильный удар, значит, сильного удара не было. Багажник кішігірім. Так, мына спинкалардың бәрі құлайды. Егер аны көтересің, мынаны жатқызасың, и артына бірдеңе жүргізуге салуға болады. И бір комплектациялары бар, точно айтпаймын қандай екен. Жоғарысында рейлинг болады. И солар более-менее әдемі. И комплектациясы полный қойдым, солар люксовый комплектацияда получается. Кондиционер, автомат, электропакет, потом электрорегулировка зеркал бар. Сол комплектациясы полный болып саналады. Жүр кетейік, көрейік. На машинаның несі бар екен? Камера заднего вида. К сожалению, гур жоқ. Бірақ руль жеңіл. Негіз. Басқа не айта аламын? Honda сатылған жоқ жігіттер. Honda тұр. 3-4 адам келіп қараған. Бірақ подписчиктерден ешкім болған жоқ. Бұлай для любителя қарады. Бағасына кішкене келісе алмадық. Біреусі ойланып қайтайын деді. Сонымен пока тұр машине. Көріп тұрғандай менің артымда тұр. 1-2 недочеттері болған. Осы жақында кулисасы кішкене қатты шататься ететін біздің Жасик досымыз Эстодан бізге көмегін тигізді. Жасик, ассаламалейкум, рахмет үлкен. Так что бізде жігіттер проекті Daewoo Matiz. Бұйырса жақын арада ремонтын бастап келесі серияға дайын машина көре жатасыздар. Ассаламалейкум бәріне.